Қайырлы күн. Бүгін Беларусь халқының кереметтей болып шығатын бәлішін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға алдымен сұйық май, одан кейін 2 жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқамен де бөлме температурасында. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, үстіне тұз саламыз және жарты шай қасық ас содасын 6 немесе 9% уксусқа гасить етіп аламыз. Сұйық массамызға құямыз содамызды. Кейін бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Bir қайтара араластырып, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның бәрін бірақ салып жібермейміз. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Егерде тым қолға жабыспақ болып кетсе, кішкене ғана ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Осылайынан қамырымызды илейміз. Бізде қамыр дайын. Енді келесі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасы менде осылай картошканы суға пісіріп езіп алдым. Кейін үстіне сары май қосамыз. Укроп және жусай қосып жібердім кішкене. Одан кейін татымына қарай қара бұрыш пен тұзды саламыз. Жақсылап араластырып начинкамызды дайындаймыз. Кейін дайын болған қамырды теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырларды күлшелеп аламыз. Одан кейін шетінен бір-бірден ала отыра 4 бұрыштап жұқалап жаямыз ұнның көмегімен. Осылайынан жұқалап әдемілеп жаямыз. Көп ұн сеуіп жаюдың қажеті емес. Одан кейін начинкамызды саламыз. Начинканы да теңдей 4 бөлікке бөліп алыңыздар. Осылайынан қолдың көмегімен жайып шығамыз. Кейін рулет тәрізді ораймыз. Одан кейін дайын тестамызды осылай бірнеше бөлшектерге бөліп, екі шетін бекітіп, осылайынан бәлішімізді дайындаймыз. Енді ешқандай қиындығы жоқ. Осылай барлық қамырларды өстіп дайындап шығамыз. Осылайынан бірнеше бөліктерге бөліп, формасын келтіріп, осылай ортасын басып, әдемі бәліш жасайтын боламыз. Көріп тұрғаныңыздар өте оңай. Кейін 180 градуста 30-35 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай дайын бәліштерімізді противеньге орналастырып, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. градуста 30-35 минуттай пісірамыз. Бізде бәліштеріміз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.